Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің атым Жұмабаев Ринат Нұрланұлы, Ақтау қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәні мұғалімімін. Енді мына екінші деңгейлі курсты бітіргеннен кейін сіздерге презентация беру керек болғаннан кейін осы презентация видеомды сіздерге қалдырып кеткім келіп отыр. 7 модуль бойынша біз оқыдық. Енді сол 7 модульді қалай өзіміздің сабақтарымызда, өзіміздің тәлімгерлік және коучинг, менторингті қолданып жатырмыз, соны дамытып жатырмыз. Сол туралы презентацияда айтпақшы боламын. Енді мен негізгі алып отырған технологиям ол Flipped Classroom деген технология. Бұл идея маған өз басыма жаңа болды. Ол мен осы 1-2 жылдан бері іске асырудамын және өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөліскім келіп тұр. Бұл алып отырған Flipped Classroom деген технология, ол әрине компьютердің күшімен жасалғаннан кейін 2 түні алып кетеді. Одан кейін видео сабақтар ол баланың жаңағы жас ерекшелігіне сәйкес, бұл жоғары сыныптарға ғана көбіне қолданамыз. Әрине бастауыш сыныптарға да қолданылады, оның басқаша жеңіл желпі берілген түрлерін. Одан кейін бұл дарындылықты да дамытады. Жалғыз математиканың төңірегінде шектеліп қана қоймай, басқа да таланттарды оқушының дамытады. Енді сіздер білесіздер, қазіргі уақытта техниканың құралдардың пайдасы өте үлкен. Әрине оның зияны да бар, бірақ біз көбіне зиянына тоқталмай, көбінесе жаңағы ұялы телефон болсын, басқасы болсын, оның пайдалы жағын өзімізге қолдануымыз керекпіз. Бұл қазіргі замандағы ең жаңа педагогикалық әдіс болып саналады. Презентациям соңында сіздер осы Flipped Classroom жөніндегі мен үйреткен мұғалімдердің пікірлері мен оқушыларының пікірлерін, ойларын бағалап көрерсіздер. Енді соны бастауымыз керекпіз. Енді Flipped Classroom деген сөздің мағынасы ол төңкерілген сабақ деген сөз мағынаны білдіреді. Яғни бұл дәстүрлі әдістің төңкерілген түрі. Дәстүрлі сабақтарда бірінші теория, одан қолдану, одан бекіту болатын болса, және теория сабақтың шамамен 50%-ін алатын болса, қолдану қалған уақыт алатын болса, бекітуге уақыт қалмай қалады. Сондықтан оқушыларға бекітуді кейде біз үйге беріп жатамыз. Ал Flipped Classroom әдісінде сол 3 бөлім тек төңкерілген түрінде болады. Бірінші үйде теория оқиды, мектепте қолданады және бекітеді. Бұл алдарыңызда көріп тұрған мына суретте традиционный классрум, мектепте теория қолданады, бірақ бекіту оқушыға жалғыз қалады. Ал Flipped Classroomда керісінше, үйде бала компьютердің күшімен видео сабақтар арқылы теорияны түсінуге тырысады да, сабаққа келген кезде мұғалімнің күшімен теорияны бекітеді. Енді бұл опытын, тәжірибені көрсетіп тұр. Талай семинар өткізген кезде мұғалімдердің аузынан шыққан сөздер Блум таксономиясына өте жақсы келіп тұр. Мысалға, білу мен түсіну, мұғалім жаңа тақырыпты түсіндіреді, одан кейін қолдану, анализ, синтездерді көбіне біз оқушыны жеке жалғыз қалдырамыз. Ал Flipped Classroomда сабақ үстінде оқушы мұғаліммен бірге жаңа тақырыпты анализ жасап береді. Ал үйде оқушы өз бетімен түсініп білініп кетеді. Видео сабақтарға қарапайымды, яғни біз үйге береміз де күрделіні сабақтың үстінде талқылаймызға тырысамыз. Енді бұл әдістің артықшылықтары тағы да өзіміздің тәжірибемізден келіп отыр. Ол мұғалімдердің де аузынан шығып отқан сөздер өзіміздің, олар жаңа материалды оқушының түсінбеуінің кейбір себептері. Ол мектептен ауырып қалады, әсіресе солтүстік, шығыс жақтарда балалар ауырып қалады, немесе ауа райына байланысты мектепке келе алмай қалуы мүмкін, мектептен іс-шараларға байланысты мектептің сабақтарға қатыса алмай қалуы мүмкін. Ал сол кезде олар видео сабақ арқылы көріп, тезірек өзі қатыса алмаған сабақтарды білімді үйреніп алуына өте жақсы. Сыныпта болса алдыңғы тақырыпта түсінбегендіктен, кейде білімдер математика мысалға предметі өзінің бір-біріне тығыз байланысты болғаннан кейін алдыңғы тақырып түсінбесе, келесі тақырыпты түсінбеуі мүмкін. Сондықтан алдыңғы тақырып түсіну үшін ол сол видео сабақ арқылы үйреніп алуға болады. Оқушы дұрыс қадағаланбағандықтан әртүрлі сабақтарда оқушының концентрациясы әртүрлі болады. Кейбір сабақтарда концентрациясын жоғалтып отырып, дұрыс тыңдай алмай қалуы. Немесе оқушы қандай да бір определенный стильден, мұғалімнің сабақ беру стилінен шаршап кетуі мүмкін. Сондықтан анда-санда біз оқу әдістерін ауыстырып отыруымыз қажет. Енді келесі айтатын жерде мынау, бұл көз алдыңызда тұрған ол менің YouTube каналым. Осыған дейін осы Flipped Classroom'да 30 рет
сабақтар түсірдім әртүрлі тақырыптарда. Оның арасында орысша сабақтарым бар, оның арасында ағылшын тілінде өткізген сабақтарым бар, оның арасында қазақша өткізген сабақтарым бар. Әрине ағылшын тілінде өткізген сабағым ол өзіме де көмегі болды, көпке де. Ағылшын тілін үйренуге ол Flipped Classroom тек қана математикалық жаңа педагог емес, ол ағылшын тілін үйренуге де үлкен көмегі бар. Бір әдіс тәсіл, тілін үйренетін мұғалімдерге бір әсерлі әдіс тәсіл деп айтуға болады. Енді бұл Flipped Classroom Қазақстандағы өзінің енгізіп жатқандағы жаңағы сәттілік рейтинг көрсететін алдарыңызда тұр. Уже сабақтарымда 12500 рет көрілген, 30 сағат видео сабақ болатын болса да, және осындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдеріне де үйретіп жатырмыз. 3-4 рет семинар өткіздік. 3-4 семинар арқасында биолог мұғалімдер жақында бастап үйренді. Мұғалімдерден бөлек мен тек мұғалімдерге қадалып қана қоймай, оқушыларды да үйретуге бел буудамын. Оқушылар 12-ші сыныптың оқушылары, өйткені олардың жас ерекшеліктері, дарындықтары, икемдері соған сәйкес келіп тұр. Ал біз мұғалім болғаннан ондай потенциалдықты пайдалануымыз керекпіз. Енді видео сабақтың түсірудің жолдары көп. Мына алдарыңызда тұрған мұғалім алдында тұрып мүмкін, тақтың алдында тұрып түсіру мүмкін, немесе мұғалімнен мен видеоны жазып отырған скриноматик программасымен шетінде мұғалімнің картинасы тұру мүмкін. Мына жерде мына бірінші видео шетінде тұр. Немесе мұғалім тақтың алдында тұрып, немесе тақтасыз тек қана ақ бетке математикада қолданып көрсететін әртүрлі жолдары бар. Енді мұғалімдер арасында біз Финляндияда оқыған бірлесе жұмыс істеу дейміз. Осында да Ақтау қаласының Назарбаев мектебінің де мұғалімдері қосылуда. Енді қазір Ақтау қаласында мен көрсетіп етемін. Астанадан Жолдасов Жанат, Өскемен Акиев Айжан, Көкшетаудан Аяш білім, және Бекіш Жандос деген Талдықорған мектебінің мұғалімдері осы Flipped Classroom технологиясын, педагогикалық технологиясын өзіміздің практикада асырудамыз. Және басқа мұғалімдерге таратудамыз, ойымызбен бөлісудеміз. Міне алдарыңызда енді оқушыларымыздың бағасы. Осы Flipped Classroom технологиясын қолданғаннан кейін біз олар қалай әсер етті, соны білгіміз келіп сұрадық. Енді оқып берейін. Видео сабақты қайталап көру арқылы тақырыпты жақсы түсінеміз дейді. 90 басында өткен материал 90 соңында қайталауға өте жақсы. Алғашқыда бұл әдіс математика сабағына келмейтін сияқты болып көрінді, бірақ 2 рет видеоны көрсең, өзің анализ жасай бастайды екенсіз. Өте қолайлы деп жауап берді. Барлық видео материал жинап, жылдың аяғында емтиханға дайындалғанда көп көмегі тигізетін жақсы әдіс екен деді. Енді жаңа бағана айтып өттім, бұл тек қана өзімнің әріптестеріме ғана бөлісіп отқан жоқпын, оқушыларым да жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Енді алдарыңызда қазір мен сол оқушыларымның нәтижесін көрсетейін. Олар да видео сабақ жасаған. Солардың видео сабақтарын көрсетіп жүрейік бір-екеуін. Так, міне бұл қазір бізде өзімнің дифференциалдық теңдеу тақырыбындағы оқушының сабағы. Алдарыңызда Альбина деген оқушым модулі бар теңдеулер жүйесін түсіндіріп жатыр. Бұл сабақты жай ғана ұялы телефонның күшімен түсірді. Сабақтың ұзақтығы 5 минут қана өстіп түсіндіріп беріп, YouTube каналына қойып, кейін өздеріне класстастарына, сыныптарына қайталауға өте ыңғайлы. Бұл сабақ қазақ тілінде жазылған. Енді келесі бір мысал. Ол не ең соңғы бір мысалды ала салайық. Бұл ағылшын тілінде өткен сабақ. Осында міне оқушыларының шамамен 4-5 сабағы жасалды. Оқушылардың пікір бойынша бір-біріне өте қолайлы және көмегі өте зор сабақтар. Енді міне бұл дәлелдерді көрсеттім сіздерге. Шынымен де сабақ жұмыс істеліп жатыр. Енді бұл жерде айтып өтсек, маған мұғалімнің 200 рет түсіндірілген керек. Сондықтан видео сабақ өте қолайлы деп те бір оқушымыз айтқан екен. Бұл сіздерге жаңағы Flipped Classroom-ның шынымен де пайдалы екенін көрсететін нақты дәлелдері. Енді видео сабақтарда әртүрлі
IKT технологиясымен жасаймыз. Мысалы iPad'тың Vital i деген программасы, iMovie, Camtasia Studio, Screenamatic сияқты басқа да көптеген түрлері бар видео сабақ жасаудың. Енді менің тәжірибемнен келген және әріптестердің тәжірибесімен ортақ мынандай қорытындыға келдік. Видео сабақ жасаған кезде ең алдымен сабақ жоспарын мұқият ойластыру керек. Видео нұсқасын дұрыс таңдау керек. Ол жас ерекшеліктеріне байланысты. Кейбір балаларға мұғалімнің тақтаның алдында тұрып сөйлеген ұнайды. Әсіресе мына жасы кіші 7-6 сыныптың балаларына, өйткені олар өздері мұғалімдеріне үйренген көріп. Ал жоғары сынып мұғалім оқушыларына қағаз бетіне қойып, мұғалімнің суретін түрін көру міндетті емес. Сол сияқты оны ескеру керек. Және уақыт талабы. Видео сабақ 7-10 минуттан аспаған дұрыс. Оның өзі 12-ші сыныптарда бізде концентрация ұзақтау бола алады, бірақ 10 минуттан аса алмайды. 10-12 минутқа дейін видео сабақ жасауға болады. Ал баланың жасы кішірейген сайын 7 минут немесе 5 минут қысқа жасау керек. Өйткені сонша уақытта балалар шынымен де видео сабаққа үлкен терең мән бере алады. Ағылшын тілі туралы айттым. Видео сабақтарды жасағаннан кейін жақсы бір пайдасы, ол мына Learning Cafe, Jigsaw, Dialogical Method, Problem-Based Learning, Demonstrating Learning, Collaborating Learning, тағы басқа оқудың түрлерін қолдануға болады. Видео сабақты үйде көріп келген оқушылармен сол видео сабақ туралы талқы жүргізуге болады, дискуссия жүргізуге болады. Оқушылар өзара видео материал туралы өз ойларын бөлісе алады. Мұғаліммен жаңа материал талқылайды. Топпен және жеке жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Сонымен рахмет.